Сәлем қыздар, осы видеода зигзагтап тігу түрін үйренеміз. Сіздерге менің жеке командамнан да жалынды сәлем. Осы командаммен сіздерге күнде пайдалы видео түсіруге тырысып жүрміз. Жүрекшілеріңізді аямаңыздар. Зигзаг функциясы бізде с әрпіне сәйкес келіп тұр. Екінші батырмамыз бізде ұзындығы 1,5 2 деп қойсақ болады. Және де үшіншісі еннің қаншалықты болу. Бұл жерде де 1 2 максимум 3-ке қойсаңыздар болады. Менің оюым көк түсті, соған сәйкес жібімде. Негізі жібім менің ақ түсті материалға шығып көрінбеу керек. Ине оюдың түбінен шығу қажет, видеода көрсетілгендей. Сонда сіздердің оюларыңыз әдемі, зигзагтап тігу аккуратны көрінеді. Иненің дұрыс тұруын бірнеше рет көрсетемін және нәтижесін соңында көресіздер.